Сіз күнделікті пайдалы тамақ жеп жүрмін деп ойлайсыз ба? Тәрелкеңізде тек көкөністер мен жемістер, таза ақуыз бен дәрумендер тұр ма? Тоқтаңыз. Дәл қазір сіз өз асқазаныңызда нағыз химиялық бомбаны іске қосып жатқан болуыңыз мүмкін. Иә, сіз қателескен жоқсыз. Кейде ең пайдалы деген екі өнім бір жерде түйіскенде, олар дәрумен көз емес, нағыз ағзаны іштен қирататын, баяу әсер ететін уға айналады. Бір өнім екіншісінің пайдасын жойып қана қоймай, ішегіңізде шіру мен ашу процесін бастайды. Нәтижесі тамақтан кейінгі ауырлық, іштің кебуі және ағзаның өз-өзін улауы. Бұл мистика емес, бұл қатал биохимия. Бүгін мен Мирас Ерланұлы. Сіз ас үйіңіздегі пайдалы деп жеп жүрген ең қауіпті комбинацияларды әшкерелеймін. Дайын болсаңыздар, бастайық. Біздің ас қорыту жүйеміз. Бұл жай ғана қапшық емес, өте дәл бапталған күрделі химиялық зауыт. Әрбір өнім түрінің өзіндік өңдеу коды бар. Ферменттер шайқашасы. Мысалы, ақуызды қорыту үшін қышқыл орта қажет. Көмірсуларға сілтілі орта керек. Егер сіз бұл екеуін араластырсаңыз, асқазандағы қышқыл бейтараптанып, ас қорыту процесі тоқтап қалады. Асқазаннан басталған процесс ішекте жалғасады. Мұнда бауыр, ұйқы безі және өт қабы іске қосылады. Егер тағамдар бір-біріне кедергі келтірсе, ферменттер тежеледі. Нәтижесінде пайдалы минералдар мен дәрумендер қанға өтпей, жай ғана транзитпен сыртқа шығып кетеді. Кейбір өнімдер жұп басқанда ішекте нақты химиялық реакция жүреді. Тамақ қорытылудың орнына ашы бастайды. Міне, сіз сезінетін іштің кебуі, газдың жиналуы және тамақтан кейінгі жүрек айнудың негізгі себебі осы. Бүгін мен айтатын тамақтар қосындысын бір рет жесеңіз уланасыз деген сөз емес. Біздің ағзамыз өте төзімді. Бірақ мәселе жүйелілікте. Егер сіз бұл қате жұптарды күнделікті, айлар мен жылдар бойы тұтынсаңыз, ағзаңызда жасырын тапшылықтар жинақталады. Созылмалы шаршау, терінің бұзылуы, ішектің түсініксіз аурулары. Мұның бәрі жылдар бойғы дұрыс емес үйлесімнің жемісі болуы мүмкін. Енді нақты мысалдарға көшейік. Қай өнімдерді бір тәрелкеге салуға мүлдем болмайды? Бірінші қауіпті жұп. Сүт және цитрус жемістері. Көптеген адамдар таңғы асқа апельсин шырынын ішіп, артынан сүт қосылған ботқа немесе кофе ішуді пайдалы әдет деп санайды. Бірақ бұл асқазаныңыз үшін нағыз сынақ. Сүттің негізгі ақуызы казеин. Ол қалыпты жағдайда сұйық күйінде келіп, асқазанда біртіндеп қорытылуы тиіс. Бірақ сіз оның үстіне цитрус жемістерін, яғни лимон, апельсин, мандаринді қышқылын құйғанда, казеин лездеріп, тығыз кесектерге айналады. Бұл асқазанымызда пайда болған резеңке сияқты масса болады. Оны қорыту үшін ағзаңыз еселенген энергия жұмсайды. Нәтижесінде іштің кебуі, ауырлық және газдың жиналуы мазалайды. Ал грейпфрут тіпті қауіптірек. Оның құрамында фуранокумариндер бар. Бұл заттар бауырдағы ферменттің жұмысын уақытша тоқтатып тастайды. Бұл фермент тек ас қорытып қана қоймай, ағзаға түскен дәрі-дәрмектерді залалсыздандыруға жауап береді. Егер сіз қандай да бір дәрі ішіп жүріп грейпфрут жесеңіз және оны сүтпен араластырсаңыз, дәрінің концентрациясы бақылаудан шығып, ағзаны улауы мүмкін. Менің айтар кеңесім: цитрус жемістерін таңғы астан 30-40 минут бұрын немесе бөлек тағам ретінде жеңіз. Олар асқазанды оятуға жақсы. Бірақ сүтпен араласпауы керек. Егер смузиге қышқыл дәм қосқыңыз келсе, сиыр сүтінің орнына кокос немесе бадам сүтін қолданыңыз. Олардың құрылымы басқа, сондықтан қышқылмен реакцияға түсіп, іріп кетпейді. Сүзбе өнімі мен цитрус жиі бірге қолданылады. Өйткені сүзбе бұл қайнатылған, өңделген ақуыз. Ол сүтке қарағанда жеңілірек қабылданады. Екінші қауіпті жұп. Ет немесе ақуызды тағамдар және шай. Біз ет жеп болып, артынша ыстық қою шай ішуге үйренгенбіз. Бірақ биохимия тұрғысынан бұл өте үлкен қателік. Шайдың, әсіресе қара шайдың құрамында таниндер мен полифенолдар бар. Ал ет біздің ағзамыз үшін гемоглобинді көтеретін темірдің негізгі көзі. Сіз етті шаймен ішкен кезде таниндер темірмен лезде байланысқа түсіп, оны ерімейтін шөгіндіге айналдырады. Нәтижесін еттегі темір қанға өтпейді. Ол жай ғана пайдасыз қоқыс ретінде сыртқа шығады. Егер сіздің гемоглобиніңіз үнемі төмен болса, осы әдетті қойыңыз. Таниндер тек темірді емес, еттің құрамындағы ақуызды да байлап тастайды. Бұл ақуыздың ферменттермен ыдырауын қиындатып, асқазанда тамақтың ұзақ тұрып қалуына, содан кейін ауырлық сезіміне әкеледі. Сіздерге айтар кеңесім: ет жегеннен кейін кем дегенде 50-60 минут күтіңіз.
Осы уақыт ішінде кемірдің негізгі бөлігі сіңіп үлгереді. Егер ас кезінде шөріміз қанбаса, шайдың орнына жай жылы су немесе лимон қосылған су ішіңіз. Лимондағы С дәрумені керісінше темірдің сіңуіне көмектеседі. Үшінші қауіпті жұп: крахмал, картоп, нан және қант. Тәтті сусындар. Бұл жұпты біз көбіне фастфуд жегенде немесе мерекелік дастарханда кездестіреміз. Мысалы, картоп фри мен тәтті газды сусын, немесе нанмен желінетін тамақпен артынан ішілетін тәтті компот. Крахмал мен қант бірге түскенде асқазанда ашу, яғни брожение процесі басталады. Қант крахмалдың қорытылуын бөгейді. Нәтижесінде бұл қоспа ішекте газ түзеді, ішкебеді және сіздің ішкі микрофлораңызды бұзатын зиянды бактериялардың көбеюіне қолайлы орта жасайды. Менің кеңесім: тәттіні бөлек жеңіз. Тәтті сусындарды немесе десертті негізгі тамақтан бөлек жеңіздер. Төртінші қауіпті жұп: алкоголь және дәрі, соның ішінде парацетамол, ибупрофен. Бұл тағамдық жұп емес, бірақ өмірде ең жиі жасалатын қауіпті эксперимент. Мерекеден кейін басыңыз ауырса, қолыңыз бірден дәріге жүгіре ме? Тоқтаңыз, бұл бауырымыз үшін соңғы соққы болуы мүмкін. Парацетамол да, алкоголь де бауыр арқылы өңделеді. Олар бір мезгілде түскенде бауыр төтенше жағдай режиміне ауысады. Парацетамол ыдырағанда N-ацетил П-бензохинон имин атты улы зат бөлінеді. Қалыпты жағдайда ағза оны залалсыздандырады. Бірақ алкоголь бұл қорғанысты бұзады. Нәтижесінде улы зат жиналып, бауыр жасушаларын тікелей өлтіре бастайды. Ибупрофен мен алкоголь жұптасқанда асқазанның шырышты қабатын аяусыз зақымдайды. Бұл ішкі қан кету мен асқазан жарасына, язваға апаратын жол. Менің кеңесім: алкогольден кейін кем дегенде бір тәулік дәрі ішпеңіз. Ең жақсы дәрі су. Бас ауруы көбіне ағзаның сусыздануынан болады. Дәрінің орнына 2-3 стақан таза су ішіп тынығыңыз. Бесінші қауіпті жұп: ақуыз және крахмал. Бұл біздің дәстүрлі дастарханымыздың негізі ет пен нан, қуырдақ пен картоп. Көп адамдар өмір бойы осылай жеп келеміз дейді. Ет, ақуыз. Асқазанда қышқылды ортаны және пепсин ферментін қажет етеді. Картоп, нан, крахмал. Қорытылу үшін сілтілі орта керек. Бір уақытта түскенде бұл екі орта бірін-бірі бейтараптандырып тастайды. Нәтижесінде ет те картоп та толық қорытылмай, ішекте ұзақ уақыт тұрып қалады. Міне, сіз үйреншікті деп санайтын созылмалы іш кебуі, ауырлық пен газдың басты себебі осы. 60 жастан асқандар үшін. Жас ұлғайған сайын ағзада ферменттер азаяды. Егер 20 жаста асқазаныңыз бәрін қорытып жіберсе, қазір ол бұл жүктемені көтере алмайды. Менің кеңесім: бөлек тамақтану элементтері. Етті, балықты, жұмыртқаны, крахмалды гарнирмен емес, жасыл көкөністермен жеңіз. Егер картоп немесе күріш жегіңіз келсе, оны да етсіз, тек көкөніс салатымен тұтыныңыз. Аптасына тым болмаса 3 күн осы ережені сақтап көріңізші. Ісінудің қалай басылғанын және бойыңызда қуат пайда болғанын бірден сезесіз. Тек өнімдердің үйлесімі ғана емес, тамақтану мәдениеті де маңызды. Мына қарапайым әдеттерді күнделікті өміріңізге енгізіңіз. Қозғалыс асқазанның досы. Тамақтан соң бірден жатпаңыз. Бұл асқазан сөлінің өңешке кері ағуына, қызуға жол ашады. 10 минут жаяу жүру ас қорытуды едәуір жеделдетеді. Температураны қадағалаңыз. Тамақ ішкенде мұздай сусын ішпеңіз. Суық ферменттердің белсенділігін тоқтатады. Жылы немесе бөлме температурасындағы су ең дұрыс таңдау. Асықпаңыз. Ас қорыту ауыздан басталады. Тамақты жақсылап шайнауға 15-20 минут арнасаңыз, асқазаныңыз сізге алғыс айтады. Уақытты ескеріңіз. Ферменттер күндіз белсенді, кешке баяулайды. Сондықтан ең ауыр тамақты кешкі асқа қалдырмаңыз. Қауіпті жұптар тізімін қайталайық. Сүт пен цитрус, казеиннің үйіп қалуы және ас қорытудың бұзылуы. Темір, яғни ет пен шай, кофе. Темірдің сіңуі 70%-ға дейін азаяды. Бұршақ пен сүт өнімдері, кальций мен марштың сіңуіне тосқауыл. Алкоголь мен парацетамол, ибупрофен. Бауыр мен асқазанға ауыр соққы. Ақуыз, ет пен крахмал, картоп, нан. Ас қорытудың баяулауы мен іш кебуі. Әрине, бұл тізімдегі кейбір жұптар, мысалы, шай мен ет ғылыми тұрғыдан 100% дәлелденген. Ал кейбірі ет пен картоп үйлесімі бойынша ғалымдар арасында әлі де пікірталас бар. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, осы ережелерді сақтаған адамдардың денсаулығы мен көңіл күйі бірден жақсарады. Бүгіннен бастап жасалатын ең қарапайым қадам. Шай ішу уақытын тамақтан кейін кем дегенде 1 сағатқа жылжытыңыз.
Тек осы бір әдеттің өзі қаныңыздағы гемоглобин деңгейін реттеуге көмектеседі. Денсаулық бұл ірі шешімдер емес, күнделікті кішкентай таңдаулар. Нені, қалай және немен бірге жейтініңіз болашақтағы күш-қуатыңыздың кепілі. Егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Өзіңізді күтіміз. Сау болыңыздар.